Маусымның 5-інде өтетін референдумда ел конституцияға енгізілген өзгерістерге дауыс беруі тиіс. Онда Қазақстан территориясындағы жер мен қазба байлықтың иесі мемлекет емес халық екені жазылмақ. Осы орайда заңгер Марат Сәрсенбаевтың пікірінше, ата заңға осындай норманы бекітсе, кейін қарапайым заңдар арқылы Қазақстанның әрбір азаматы өзінің жеке есеп шотына елдің мұнай мен газ және басқа да пайдалы қазба байлықтарды өндірісі мен экспорттарынан белгілі бір көлемде түсім алып отыратындай жағдайға қол жеткізуге болады. Жалпы мемлекеттің қазба байлықтан тапқан пайдасынан әрбір азаматтың есеп шотына қаражат үйлестіріп отыру дегенді білдіретін табиғат байлығы рентасы деген термин бар. Әлемде тап осындай жүйе жұмыс істейтін бір ел болмаса да, осыған ұқсас жағдай санаулы ғана Араб елінде, Біріккен Араб Әмірліктерінде және Кувейтте және Катарда қолданылады. Үшеуінде де жүйе ұқсас. Дүниеге келген әрбір сәбиге бірден есеп шот ашылады да, әп дегеннен ақ шамамен $3000 салынады. Сөйтіп жыл сайынғы түсім бар. Одан бөлек ата-анасының да ақша салуына рұқсат. Бұларға қоса жергілікті базалық мөлшерлеме бойынша пайыздық түсімдерін қоса алыңыз. Айналып келгенде 18-ге толған әрбір арабтың есеп шотында кемі $500 миллион қаражат жатады. Біздің елде мұндай тәжірибені қолдаушылар болғанымен, ресми билік түбегейлі қарсы. Сенатор Нариман Төреғалиевтің пікірінше, бұған дейін жер, су, өсімдіктер және жердің қазба байлықтары Конституцияның бабында мемлекеттікі деп тұрды. Енді халықтікі деп жазылып жатыр. Оның ойынша халықтың меншігі деп жазуының себебі, егер жер кодексіне тағы өзгеріс енгізетін болса, президентте жерді сатайық немесе көрші елдерге берейік деген ой туындап жатса, сол кезде оны халық қана шешеді. Енді жердегі қазба байлықтардан түсетін түсімдердің пайдасын көріп жатырмыз. Жәрдемақылар төленіп жатыр. Оның бәрі мемлекеттің қалтасынан сол қазба байлықтан келіп жатқан қаражат. Ал әрбір адамның есеп шотына бөліп отыру халықаралық тәжірибеде бар. Араб елдерін мысалға келтіруге болады. Болашақта соған да келуіміз мүмкін, себебі қазір соған алғашқы қадамдар жасалып жатыр дейді ол. Ал қаншадан бөліп отыруға болатыны түсетін табыстың көлеміне байланысты деген пікірде. Өйткені қазіргі геосаяси жағдайда экспортқа шығарылатын мұнайымыз қиындықта тұр. Егер мемлекетіміздің табысы жақсы болып, экспортқа еш кедергі болмай геосаяси жағдай жақсы болса, болашақта соған келуіміз мүмкін екеніне сенеді. Алайда қаржы министрі Ерұлан Жамаубаев мұндай тәжірибені қолдамайтын айтады. Себебі табиғи байлығымызды тиімді пайдалану үшін құрылған ұлттық қорымыз бар. Оған сол мұнайдан, газдан түсетін түсімдер аударылады. Және сол ұлттық қорға түскен қаражат республикалық бюджет арқылы халықтың табысы жалақы ретінде, басқа да жобалар ретінде бөлінеді. Сондықтан арнайы бір есеп шот ашудың керегі жоқ деп есептеймін, дейді министр.